Маусымның алғашқы жартысы артта қалды. Ал Ханси Флик басқарған бүгінгі Барселона жазда көпшілік күткендей команда емес екені анық. Каталондық клуб Ла Лигада көш бастап тұр, Реалды артта қалдырды, күтпеген жаңа қаһармандарын тапты және скептиктердің үнін өшірді. Алайда, Еуропада жағдай әлі де алаңдатарлық. Қорғаныс шебі қысым кезінде жиі сыр беріп, тактика төңірегіндегі даулар әлі де толастар емес. Бұл маусымдағы нағыз шешуші ойыншы кім? Ферран Торрес қалайша шабуылдың көшбасшысына айналды? Барселона Чемпиондар Лигасында тәуекелге баруға дайын ба? Қысқы трансфер кезеңінде қорғанысты күшейту қажет пе? Маусымның тең ортасына жеткендегі Фликтің Барсасын эмоциясыз, тек нақты деректермен талдаймыз. Достар, жайғасыңыздар, бастаймыз. 2025-26 маусымының алғашқы жартысы Ханси Фликтің Барселонасы қандай бағытта қалыптасып келе жатқанын түсінуге жеткілікті материал берді. Команда күнтізбелік жылды Ла Лига турнирлік кестесінің көшбасында аяқтап, Реал Мадридтен 4 ұпайға алда тұр. Ішкі біріншілікте Барселона сенімді әрі тұрақты ойын көрсетуде. Ал Еуропадағы көрініс әлдеқайда күрделірек. Чемпиондар Лигасында каталондықтар әзірге тек 15-ші орында. Ал турнир 2026 жылы қайта жалғасқанда атқарар жұмыс әлі көп. Жаздағы ең сәтті шешімдердің бірі Жоан Гарсияның трансфері болды. Эспаньолдың қақпашысына деген қызығушылық бастапқыда сұрақ тудырғаны рас, ал 25 миллион еуролық келісімді көпшілік жай ғана нарықтағы тиімді мүмкіндік деп бағалады. Алайда маусым барысында Гарсия өз құндылығын дәлелдеді. Уақытша қатардан шығарған жарақатына қарамастан, ол алаңға қайта оралып, Ханси Фликтің толық сеніміне ие болды. Бапкер бұл маусымда негізгі қақпашы дәл Гарсия екенін ашық айтты. Ол иерархияда Марк-Андре Тер Штеген мен Войцех Щенсныдан алда тұр. Егер Испанияда Барселона өзін еркін сезінсе, Еуропада жағдай мүлде басқаша. Қорғаныстың жоғары сызығы Чемпиондар Лигасындағы матчтарда әлі де үлкен проблема болып отыр. Команда бірнеше ауыр кешті бастан өткерді. Сент Джеймс Паркта Ньюкаслды жеңу үміт сыйлағанымен, одан кейін Челсиге қарсы қиын ойындар, ПСЖ-дан кезекті жеңіліс және Брюггемен болған 3 есебіндегі жүйкеге салмақ салған тең ойын тіркелді. Бұл нәтижелер сын толқынын туғызды. Тьерри Анри тіпті мұндай ойын мәнермен Барселона Еуропада жеңіске жете алмайтынын ашық айтты. Оның сөзін растаған кезекті сәт, матч соңында Гонсало Рамостың қорғаныстағы қателікті пайдаланып, шешуші гол соғуы болды. Ойыннан кейін Анри Чемпиондар Лигасында, әсіресе элиталық деңгейдегі командаларға қарсы, қорғанысты үнемі осыншалықты жоғары ұстау қауіпті екенін атап өтті. Оның айтуынша, қорғаушылардың артына дер кезінде жасалған кез келген жүгіріс дерлік голдық мүмкіндікке айналады. Соған қарамастан, Флик өз идеясынан бас тартпайтынын жасырмайды. Бірақ Еуропада табысқа жету үшін команданың әлі де қосымша деңгейге көтерілуі қажет екенін мойындайды. Маусымдағы тактикалық жаңалықтардың бірі Ламин Ямалды ондық позициясында қолдану болды. Жас вингер бұған дейін-ақ орталықта ойнай алатын футболшы ретінде қарастырылған. Флик оған Реал Бетиске қарсы матчта мүмкіндік берді, әрі бұл эксперимент өзін толық ақтады. Ямал жарқын ойын көрсетіп, Барселона 5-3 есебімен жеңіске жетті. Бапкер оның серіктестерімен өзара әрекетін, креативтілігін ғана емес, қорғаныстағы еңбегінде ерекше атап өтті. Қазіргі таңда Ямал шабуылдың оң қанатында ойнап жүр, бірақ бұл матч болашақта оның плеймейкер рөлінде орныға алатынын айқын көрсетті. Маусымның басты тосынсыйларының қатарына Эрик Гарсия мен Жерар Мартинді қосуға болады. Бұл екі ойыншы да ұзақ уақыт сынға ұшырап, жуырда ғана командадан кетуі мүмкін кандидаттар саналған еді. Алайда олар өздеріне деген көзқарасты түбегейлі өзгертті. Флик оларға толық қолдау білдірді, ал футболшылар оған тұрақты әрі әмбебап ойынмен жауап қайтарды. Эрик маусым барысында түрлі позицияларда, орталық қорғауда, қапталда, тіпті жартылай қорғаныста да өнер көрсетті. Ал Мартин соңғы апталарда сол қапталдан орталық қорғау аймағына сенімді түрде ауысты. Екі футболшы да келісім шарттарын ұзартты, және бұл шешімнің дұрыстығы қазірдің өзінде айқын көрініп отыр. Эрик маусымдағы барлық матчқа қатысқан команданың жалғыз ойыншысы атанды. Оның физикалық сенімділігі, бас ойындағы айқын ілгерілеуі және өзіне жүктелген міндет үшін барын салуға дайын болуы оны қорғаныс шебінің алдында аса маңызды тұлғаға айналдырды. Бұрын кемшілік ретінде бағаланған әмбебаптығы қазір бапкер үшін үлкен артықшылыққа айналды.
Ал Жерар Мартиннің тарихы одан да күтпеген бағытта өрбіді. Әуелде Алехандро Бальдеге қосалқы ойыншы ретінде қарастырылған Мартин қысқа уақыт ішінде Пау Кубарсимен қатар орталық қорғауда негізгі құрамнан орын алды. Андреас Кристенсеннің болашағы бұлыңғыр болып, Рональд Араухоның жоқтығы сезілген сәтте Мартин сабырлылық пен ойындық жетілуін көрсетіп, клуб үшін күрделі кезеңде өз мүмкіндігін мүлтіксіз пайдаланды. Оның үлесі соңғы жеңісті серияның маңызды бөлігіне айналды. Ал футболда белгілі болғандай жеңіске жеткен құрамды сирек өзгертеді. Ерекше назар аударуға лайық тағы бір тұлға Маркус Решфорд. Оның Барселонаға ауысқысы келетіні бұрыннан белгілі еді, және Манчестер Юнайтедтен жалға алу ақыры жүзеге асты. Ағылшын ойыншысына қатысты күмән көп болғанымен, маусымның алғашқы жартысы оның командаға пайда келіп, нақты нәтиже көрсете алатынын дәлелдеді. Оның статистикасы жаман емес, және ол көпшілікті өзінің пайдалы бола алатынына сендіре алды. Дегенмен, оның клубтағы болашағына қатысты шешім, шамасы, маусым соңына қарай қабылданатын болады. Решфорд жақсы бастады. Алайда оның мансабын тұрақсыздық мәселесі бұрыннан ілесе келеді. Егер ол Барселонада тұрақты қалғысы келсе, 2026 жылы осы деңгейін сақтап қала алуы шешуші фактор болмақ. Маусымның алғашқы жартысы осылай өтті. Ла Лигадағы сенімділік пен бақылау, Еуропадағы тактикалық дау мен сын-қатерлер, күтпеген қаһармандар және өз мүмкіндігін тиімді пайдаланған ойыншылар. Маусымның екінші жартысы да кем түспейтіндей әсерлі болайын деп тұр. Достар, ал сіздер бұл туралы өз пікірлеріңізді комментарийге жазыңыздар. Видеоны лайкпен және жазылумен қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз жас арнамыз үшін өте маңызды. Үлкен рахмет. Ал біз жалғастырамыз. Ерекше мысалдардың бірі Ферран Торрестің тарихы. Соңғы бір жылда Барселонадағы мәртебесі түбегейлі өзгерген ойыншылардың қатарында дәл осы Ферран бар. 2025 жылы валенсиялық шабуылшы клубқа келгеннен бергі ең үздік кезеңін өткеріп, команда үшін шын мәнінде шешуші фигураға айналды. Сандар оның прогресінің ауқымын анық көрсетеді. 2025 жылы Ла Лигада Ферранның ойын уақыты 2024 жылмен салыстырғанда 68,3%-ға артты. Бұл маусым барысында қосымша 678 минут деген сөз. Егер бір жыл бұрын ол чемпионаттағы 39 матчтың тек 11-інде ғана негізгі құрамда шығып, барлығы 993 минут ойнаса, 2025 жылы 38 кездесудің 19-ын алғашқы минуттан бастады. Жалпы алғанда, оның алаңдағы уақыты 1671 минутты құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда негізгі құрамдағы 8 матчқа артық. Ал нәтижелік өсімі тіпті әсерлі. 2025 жылы Ферран Торрес Ла Лигада 29 нәтижелі әрекет жасады. 24 гол және 5 нәтижелі пас. Салыстыру үшін айтсақ, 2024 жылы оның еншісінде небәрі 10 нәтижелі әрекет болған, 7 гол және 3 ассист. Осылайша, бір күнтізбелік жыл ішіндегі команданың голдарына қосқан үлесі 190%-ға өсті. Бұл серпіліс кездейсоқ емес. Мұнда позицияның өзгеруі маңызды рөл атқарды. Ферран шабуылдың ортасына жиірек жақындап ойнай бастады. Ал қанаттағы рөлі екінші жоспарға ысырылды. Сонымен қатар, маусымның кейбір кезеңдерінде Роберт Левандовскийдің рөлінің азаюы Ферранға жаңа мүмкіндіктер ашты. Оған қоса шешуші матчтардағы сенімді ойынды ескерсек, Торрестің Ханси Флик жүйесіндегі ең маңызды элементтердің біріне неге айналғаны түсінікті болады. Бірнеше жыл бойғы күмән мен өз орнын іздеуден кейін Ферран Торрес Барселонада ақыры ротациядағы ойыншы ретінде емес, шабуылдың қарқыны мен нәтижесіне тікелей әсер ететін негізгі футболшы ретінде орнықты. Оның қарқынды өрлеуі маусымның жалпы көрінісіне толық үйлеседі. Команда өсіп келеді, рөлдер қайта бөлінуде. Ал өз мүмкіндігін тиімді пайдаланғандар Флик жобасының маусымның екінші жартысындағы тірегіне айналуда. Осы тұрғыда клуб ішінде қорғаныс мәселесі де барған сайын жиі талқыланып жатыр. Андреас Кристенсеннің жарақаты Барселона алдында маңызды сұрақ қойды. Жақында ашылатын трансфер нарығына шығып, қорғаныс шебін шұғыл түрде күшейту қажет пе? Жерар Мартиннің орталық қорғауда өзін сенімді көрсетуі Ханси Фликтің саналы таңдауы болғанымен, қорғаныстағы кадрлық жағдай әлі де өте күрделі күйде қалып отыр. Әсіресе Эриктің бапкер тарапынан жиі тірек жартылай қорғаушы рөліне бекітілуі бұл қысымды одан әрі арттырады. Сонымен қатар, Рональд Араухоның айналасында белгісіздік әлі сейілген жоқ. Оның жағдайы өте нәзік тәсілді талап етеді. Ал денсаулық мәселесі, соның ішінде психологиялық ахуалы, асығыстықты көтермейді. Қайта оралу тек ойыншы толық дайын болғанда ғана жүзеге асуы тиіс. Дегенмен ашық айтсақ, Араухоның қалпына келуіне үміт арту қисынды шешім.
бір ғана қателік үшін мұндай футболшыны есептен шығарып тастауға болмайды. Орталық қорғаушылар қателеседі. Бұл футболдың бір бөлігі, ең бастысы, ойыншыға деген сенім мен оның командаға әлі де үлкен пайда әкеле алатынына деген вера. Оның үстіне сөз екінші капитан әрі киім ауыстыратын бөлмеде беделі бар тұлға туралы болып отыр. Араухоның мықты қырлары айқын, күшті қысым, жылдамдық, ойын эпизодтарын дәл оқу, алдын ала әрекет ету қабілеті және әуедегі жекпе-жектердегі үстемдік. Егер оны оптималды күйде қайтара алса, Барселона айтарлықтай күшейеді. Бұл бүкіл қорғаныс шебінің деңгейін көтере алатын ойыншы, ал қазірдің өзінде Фликтің командасы қысымға төтеп бере алатынын дәлелдеді. Бернабеудегі жеңілістен кейін көпшілік маусымды ерте есептен шығарып қойған еді. Алайда Барселона жағдайды өзгертіп, өзіне деген сенімді қайтара алды. Иә, чемпионаттың екінші жартысы әлі алда, бірақ бүгінгі күні команда көрсетіп отырған басты белгі күресті жалғастырып, жеңіске ұмтылу ниеті. Ханси Флик өз футболшыларына деген толық сенімін сақтап отыр, әрі бұл алаңда анық сезіледі. Чемпиондар лигасына қатысты сұрақ әлі ашық күйде. Алайда Ла Лига тұрғысынан алғанда, команда қазірдің өзінде чемпиондық үшін күресуге мінезі мен қуаты жеткілікті екенін дәлелдеп келеді. Маусымның екінші жартысы барлық негізгі сұрақтарға жауап береді. Барселона лигадағы қарқынын сақтай ала ма, қорғаныста тепе-теңдік табыла ма, және бұл жоба шынымен кемеліне келген деңгейге көтеріле ме, мұның бәрін уақыт көрсетеді. Бірақ қазірдің өзінде бір нәрсе анық, Фликтің командасы уақытша құрастырылған жоба болудан қалып, тірі әрі дамып келе жатқан организмге айналды. Егер сізге осындай талдау ұнаса, лайк басыңыз, бұл видеоны алға жылжытуға шынымен көмектеседі. Арнаға жазылыңыздар. Алда айқай-шусыз, артық эмоциясыз талдау, тактика және қызықты оқиғалар көп болады. Сондай-ақ комментарийге міндетті түрде жазыңыздар. Сіздер осы Барселонаның чемпиондар лигасындағы мүмкіндігіне сенесіздер ме? Әлде Фликтің тәуекелі тым жоғары деп ойлайсыздар ма?